Hurmatli do'stlar, hurmatli sport kuyuvchilari, bizning yormanlar, hurmatli qirg'iz sportlik jamoati jana jalqili bizning mekandoshlar. Demak, bunda 14-kun o'tdi. Belgiya mamlakatida o'tgan dunyolik chempionatdan qaytib bora жатабыз. Жақсы жиынтықтар менен, demek өзінің группасынан шыққан, соғылып шыққан қырғызстандық ойыншы Мұхаммед Каримбердиұлы чоң жаңалық жаратып, снукер дүниесін бір дүңгіретті, сенчури жаратты жана өзінің 4-5-тен 3-өн ұтылып, дүниедегі күшті ойыншылардың 32-сінің біріне келді, жана ошол жөнүндө сертификат менен сыйланды. Бұл қырғыз снукер тарихындағы жаңы чоң жаңалық. Андан сырткары бир нече башка жаңылыктар бар. Мисалы үчүн дүйнөлүк чемпионатты бизде өткөзөбүз деген сүйлөшүүлөрдү өткөзүп көрдүк. Алар менимче келечекте толук ишке аша турган ойлор. Эң негизгиси ушул күндөрү биз алыс жерде жүргөн кезде бизди колдоп турган биздин күйөөмандарга ушул жерден ыраазычылык айтып, жетели соц барактарда жана башка байланыш түрлөрүндө бизди дайыма колдоп, biz üçün görmadık kılıp durgan jarandarыбызга, досторубузга, мекендештерибизге чоң рахмат. Belgiyadагы бизди улгап койгон кыргыз jaranдарыбызга, кыргызстандык мекендештерибизге да чоң ыраазычылык. Сиздер болсоңуздар анча-мынча маселелерде бир аз балким унаадан жана башка нерселерден кыйналып калмап, сиздер аябай жакшы тосуп, меймандостукты көрсөтүп, жакшы жерлерге жайгаштырып, коноктоп узатып койдуңуздар. Алар сиздин кыргыз спортуна кошкон кошумчаңыздарды эсептейли жана көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. Бельгиядагы туугандарыбыз, ал эми кыргызстандыктар дүйшөмбү күнү басма сөз жыйынынан кабар агенттигинен көрүшөт. Жакшы калыңыздар.